Ассаламағалейкум қазақтарым, мен осыдан бірнеше жыл бұрын айтқан едім, осы темаға тағы да ескертуді жөн көрдім. Өйткені көптеген адамдар дүмше имамдардың айтқан советін тыңдап, егер фажрдың уақытында оянатын болса, тамақ ішпей сразу намаз оқиды да күні бойы аш жүреді. Бұл үлкен қателік болып табылады. Өйткені хадисте айтылады, сухырда бәрекет бар дейді. Сондай-ақ Аллах тағала рұқсат беріп отыр. Бұлар суннаны, хадисті Аллахтың бұйрығынан жоғары көтереді. Аллах тағала күн таң ата бастаған кезде мына қара жіп пен ақ жіпті айыратын уақытқа дейін тамақ ішіңді деп рұқсат берген. Ал енді олар оған болмайды деп запрет жасап тастап отыр, ақымақтар, надандар. Сондықтан егер ең бірінші ұйықтап қалатын болсаңыз, ең бірінші тамақ ішіңіз, одан кейін фажрды оқисыз. Намазды күніне 5 рет оқисыз, ал енді ораза жылына бір рет келеді. Сондықтан ең бірінші ораза ұстаңыздар, одан кейін намаз оқыңыздар.